Ассалаумағалейкум. Каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Каналда тек пайдалы кеңестер жинағы. Ең жиі кездесетін сүйек ауруы. Остеопороз. Онда сүйек нәзік және сынғыш келеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасы бойынша бұл ауруға Еуропа, ақш және Жапонияның 75 миллион азаматы шалдыққан. Адам ағзасындағы ең қатты сүйек, жіліншік. Сыртқы түріне қарап бұл сүйекті сынғыш деуіңіз мүмкін, бірақ ол 1650 килограмм жүк көтере алады. Егер сіз адам ағзасындағы барлық сүйектер қаңқаның бір бөлігі деп ойласаңыз, қателесесіз. Олардың кейбіреулері өздігінен орналасады, яғни қаңқа сүйегімен байланыспайды. Оның бір мысалы ретінде, адам денесіндегі жалғыз сүйек деп аталатын тіл астындағы сүйекті атауға болады. Ол тілдің түбінде орналасады және басқа сүйектермен жанаспайды, буындары болмайды. Ал ең сынғыш сүйек, бұл иық пен төс сүйегін байланыстыратын бұғана. Бірақ бұғанадан гөрі қабырғалар көп сынады. Әсіресе адамдар 5-6 қабырғасын жиі сындырады. Эйфель мұнарасы адамның жіліншік сүйегі принципі бойынша жасалған. Бұл факт сәулетші Эйфельге жақсы белгілі болды. Сондықтан ол адам сүйегіне ұқсас мұнараны жобалады. Мұнараның тіреуіштері жіліншікке түрде бөлінеді. Бұл құрылымда ауыр жүктерге төтеп беруге мүмкіндік береді. Ғалымдардың пікірінше адам мен жануарлардың қаңқасы эволюцияның таңғажайып үлгісі. Бұл биологиялық құрылымның әрбірінің өзінің орны мен атқаратын қызметі бар. Яғни әрбір сүйектің күрделі сағат механизміндегі беріліс сияқты белгілі бір пішіні, өлшемі, құрылымы және қаңқада орналасуы болады. Адам ағзасында 206 сүйек бар деп айтылады. Бірақ бұл нақты емес. Өйткені сүйек 200-ден 213-ке дейін болуы мүмкін. Бұл көптеген ұсақ сүйектің жас ұлғаюмен бірге өсуіне байланысты. Олар әдетте ақ емес қоңыр түсте келеді. Экранда шыққан екі видеоны көре кетіңіз.